Арасында меренгісі бар, дүкенге барудың қажеті жоқ, үйдегі бар ингредиенттен осындай өте дәмді, жұмсақ әрі нәзік болып шығатын печеньеларды жасаймыз. Рецепті жоғалтып алмау үшін сақтап аламыз, достар. Алдымен тоңазытқыштан алынған сары майға електен өткізілген ұнды қосып, осылай араластырамыз. Келесі кезекте қопсытқыш, жұмыртқаның саруызы, кез келген пайызда қаймақты қосылып, осылай араластырып, бөліктерге бөлеміз. Мана қалған 2 жұмыртқаның ақуызын бірінші шайқап аламыз. Сәл қоюланғаннан кейін қайтадан қантты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Меренгіміз осындай болуы қажет. Енді видеодағыдай әдемілеп печеньеларымызды түйіп бастаймыз. 150 градуста 35-40 минутта біздің печеньеларымыз дайын болады. Алдын ала пешті қыздырып алуға ұмытпаймыз. Піскеннен кейін бетіне шоколадты ерітіп жасаңыздар болады. Ас